Сәлем достар, сіздерге екі саусаққа арналған конфигурация және кішігірім настройка жайында айтамын. Сіздерге ойында топ 1 алып керемет хедшоттар жасауға көмектеседі деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар. Настройкада подглядывать и стрелять, наклониться и прицелиться қосып қойыңыздар. Қалғандарына басты қатырудың қажеті жоқ. Чувствительность пен графикада дәл солай. Әркім өзінің телефонның мүмкіндігіне байланысты орнатады. Менің айтқым келгені управление жайында. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кнопкалардың бәрін үлкейтіп, көп басатын кнопкаларымды әсіресе бас бармағым жететін жерге орналастырдым. Енді менде подглядывать и стрелять кнопкасы прицелдің көмегін атқарады. Мен персонажымды бір жағына қисайтып тұрып атамын. Осылай оқ тигізбеуге процент жоғары. Бір жағы терезеде тұрғанда да бір жаққа қарай қисайып дереу дәлдейсің. Тіке тұрып атқым келсе, сол жақта прицел бар. Басқа да кнопкалары ататын, жататын, секіретін кнопкалардың бәрі өзіме ыңғайлы. Бірақ бұл ойында обзорға бөгет болады деген адамдарға мынандай тәсілді қолдануға болады деп айтамын. Кнопкаларды үлкейтіп қана қоймай, оларды экранда көрінбейтін қылып тастауға да болады. Бірақ бұл ойынды жаңадан бастаған немесе конфигурациясын ауыстырып, қолдары әлі үйренбеген адамдарға болмайды. Ойын кезінде чат асып, қайсының қайда тұрғанын ұмытып қаласың. Ылғи да ойнап, қолың әбден жаттығып алған болса, осылайша ойын кезінде бөгет болатын кнопкалардың түсін алып тастаймыз. Бірақ оған кейбір кнопка мына жақтағы бүкіл кнопканың бәрін түсін алып тастаудың қажеті жоқ, мына қол сияқты. Бұл қол сізді ойында көрінбейді, тек қана біреуді лутать еткен кезде, жерден заттарды көтерген кезде ғана көрінеді. Сол үшін оны 100%-ке көтеріп қойған дұрыс. Және де машинеден түсетін, адамдарды емдейтін, жанында тұратын, секіретін, отыратын, жататын, және оңға қарай қисаятын, және сол жақтағы ататын кнопкалардың бәрін көрінетін қылып, 100%-ға көрінетін қылып жасауға болады. Себебі олар обзорға ешқандай да бөгет жасамайды. Менде примерно осылай тұрады. Ал енді досым, бұл видеодан өзіңе 1% болсын пайдалы зат алсаң, видеоға комментария қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпа. Және де каналға тіркел. Алдағы уақытта PUBG Mobile ойыны бойынша қызықты лайфхактар, пайдалы кеңестер жайлы ғана түсіретін боламын. Осымен көп сөйлемей видеоны аяқтаймын. Бәрлеріңізге жақсылық, ойында тек қана сәттілік тілеймін. Бәріне ассалаумағалейкум.